бізге Меруерт апай қонаққа келді. Бәріміз апаймен амандасайық. Саламат па балапандарым. Мен бүгін сендерге ертегі оқып беру үшін қонаққа келдім. Ал олай болса сендер ертегіні жақсы көресіңдер ғой? Бәріміз мұқият тыңдап тыңдаймыз, иә? Сендерге Қарлығаш пен Дәуіт ертегісін оқып беремін. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасына азық әкелуге кеткенде шыдамсызданып күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өмілі шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектен көмек сұрайды барса. Бүркіт қонаққа шақырып еді, соған көкектен барғалы жатырмын, уақытым жоқ дейді. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымды да мазамды алма дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр етіп, даусын естіп, достым, неге зармайсың деп сұрайды. Жауыз жылан балапандарды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей үшіп жүрмін деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. Олай болса, мені жеткіз тезірек дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатына тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәтке кешіксе, балапандардың көзін жойып, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап, мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі де бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен. Ертегі ұнады ма балалар? Ертегі кім туралы болды? Дәуіт пен Қарлығаш. Гүлдердім бұлттардан, әр гүлде бір арман, таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты, жан біткеннің бәрі маған.